әріптестер. Бәрі жақсы естіліп тұр. Сәлеметсіздер ме? Құрметті әріптестер, бүгінгі тапсырмаларымды сіздерге таныстыратын оқу жинағын ұсынып отырмын. Менің аты жөнім Ашырбекова Айжан Аукишевна, педагог зерттеуші Қарағанды қаласының номер 10-шы жалпы білім беретін мектептің педагогы, қазақ тілі әдебиет маманы. Сіздерге демонстрация. Бұл жинақ 5-ші сынып оқушыларына арналған және олардың оқу дағдыларын мәтінді түсіну қабілетін дамытуға бағытталған. Бұл жинақтың өзектілігі бүгінгі білім беру жүйесіндегі маңызды мәселелердің бірі көп тілдік жағдайында оқу сауаттылығын арттыру болып табылады. Оқу сауаттылығы халықаралық деңгейде мойындалған негізгі құзыреттіліктердің бірі. Өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау және қазақ тілінде сауатты қарым-қатынас жасау дағдыларын дамыту мақсатында арнайы тапсырмалар жинағын пайдалану, олардың оқу қабілетін жақсарту, қазақ тілін терең түсініп, тілдік барлық аспектілерінде сауатты болуға көмектеседі. Бұл оқушылардың оқу дағдыларын тиімді бағалауға мүмкіндік беріп, қазақ тілін оқытудың сапасын арттыруға ықпал етеді. Оқу сауаттылығына арналған тапсырмалар жинағының өзектілігі мәтіндердің бастауыш сыныптан жаңа өткен 5-ші сынып оқушыларына түсінікті болуы. Оқу сауаттылығына арналған тапсырмалар жинағының мақсаты мен міндеттері. Оқушылардың оқу сауаттылығын дамыту арқылы мәтінмен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру және жетілдіру. Қандай міндеттер қойылған? Бірінші, тілдік ортаға бейімдеу. Мәтіннен жұмыс істеу арқылы тілді түсіну және қарым-қатынас жасау дағдыларын қалыптастыру. Екіншіден, негізгі дағдыларын дамыту. Оқу, тыңдау, жазу және сөйлеу дағдыларын біртұтас дамытуға бағытталған кешенді тапсырмалар беру. Үшіншіден, сыни ойлау қабілеттерін дамыту. Мәтіннің негізгі идеясын анықтау, өз көзқарасын білдіру және талдау дағдыларын дамыту. Өзіндік ізденіс, оқушыларды дербес жұмыс істеуге және тілдік тапсырмаларды өз бітімінше орындауға ынталандыру. Күтілетін нәтижелер. Оқу дағдыларын дамытуды, мәтінмен жұмыс істеу қабілетін арттыру және қазақ тілінде сауатты ой білдіру көздейді. Мәтінді түсініп, негізгі ойды анықтай алады, мәтіндегі ақпараттарды салыстырып, талдау жасайды. Сыни тұрғыдан түсініп, өз ойын жеткізе алуына және тілді коммуникативті құзыреттілігін дамытуға бағытталған сөздік қорын байытады және сөздердің мағынасын мәтін контекстінде түсінеді. Оқу сауаттылығы бағытына негізделген тапсырмалар жинағының құрылымы. Жалпы 34 сабақтан тұрады. Әр сабақта оқу сауаттылығына арналған тапсырмалар жүйесі қамтылады. Сабақтар оқу жылының 34 аптасына оқу бағдарламасына сәйкестіріліп жоспарланған. Әр сабақтың мазмұнына мәтінмен жұмыс істеу, болып табылады. Ал енді, құрметті әріптестер, сіздердің алдарыңызда 2-3 мектептен апробация өтті, ал енді өзіміздің мектептен өткен апробация туралы нәтижесін алдарыңызда көрініп тұр. Қандай зерттеулер өткізді? Бастап көрсеткіште тілді түсіну, дағдылары қамтылды, сыни ойлау, дербес жұмыс істеу қабілеттері сындалды. Қорытынды көрсеткішке қарағанда, міне көріп тұрсыздар, мысалы тілді түсіну 18%-ға, оқу 10%-ға, тыңдау 18%, жазу 10%-ға, сөйлеу 8%-ға, сыни ойлау 21%-ға және дербес жұмыс істеу арқылы 18%-ға көтерілді. Құрметті әріптестер, міне алдарыңызда сіздердің диаграмма тұр. Сонымен
Мұғалімдерге әдістемелік ұсыныс. Оқушының тілді меңгеру деңгейін ескеру. Біріншіден, оқушылардың ана тілі қазақ тілі емес, сондықтан тапсырмалар олардың тілдік деңгейіне сай іріктелуі керек. Қиындық біртіндеп өсетін мәтіндер мен тапсырмалар қолданған жөн. Тілдік және когнитивтік дағдыларды дамыту. Түрлі мәтіндермен жұмыс істеу, ғылыми танымдық мәтіндер беру және заманға сай мәтіндер берілу. Сол мәтіндермен жұмыс істеу. Ал енді құрметті әріптестер, келесі сөз әріптесіме беріледі.